Қантсыз сырники жасаймыз. Бисмилля деп бастаймыз. Бізге 200 грамм творог керек. Творог шылқып тұрса, оны сүзіп алған дұрыс. Себебі сырник дұрыс шықпай қалады. Творогқа жұмыртқа және сахарозаменитель или банан қосып, жақсылап блендерден өткіземіз. Манная крупадан 1 ас қасық, бидай ұнына 1 ас қасық қосып араластырамыз. Қолымызды майлап, 1 ас қасық творог алып, ұнға аунатып, видеодағыдай форма жасаймыз. Орташа температурада қызып тұрған майға салып қуырамыз. Менде осы рецептпен 6 сырники шықты. Майдан шыққан сырниктарды салфеткаға жинап, бетін салфеткамен жауып, майын сіңіреміз. Тәрелкеге әдемілеп қойып, бетіне қаймақ жағып, үстіне замороженный ягодаларды сеуіп қойсаңыз әдемі шығады. Астарыңыз дәмді болсын.